Сәлем оқырман. Зухра болса ота жасатқан болатын. Қай жеріне десеңіздер, көзіне және бетіне. Қазір отадан кейін кішкене қорқыныштылау. Бірақ ертең бәрі басылғасын әдемі болып шыға келеді деп ойлаймыз. Бексұлтан болса әйелін қолдауда, қасында болып көмектесіп жүргені бар. Өз айтқаны бойынша барлығын толық көрсетіп айтып, түсіндіргендіктен қорқыныш болған жоқ дейді. Бетке жасалатын ота болғандықтан барынша жақсы маманнан жасатқым келеді. Уже 3 жыл бұрын осы клиникадан 3 бірдей ота жасатып. Результаты ұнағандықтан қайта осында келдім, деді Зухра. Ота жақсы өткен көрінеді. Зухра келесі күні бірден үйге барғанын айтты. Бексұлтан жайлы болса күйеуім өзі келіп шығарып алды. Шүкір, не болса да қасымда қамқорлығын танытып жүр, ризамын, деді Зухра. Пабликке шығып көрермендер көріп кішкене шок болғандар да бар. Не деп жатыр екен, оқып берейін. Алла берген табиғи сұлулықты өзгертуге біз адамзаттың ақымыз жоқ. Бақилықта жауап беруді де ойлайық. Зухра ханым, адам мәңгілік өмір сүрмейді. Қабір азабы дегенді ұмытпасайш. Алланың берген түріне не жетсін, қандай болсан да күнә емес пе? Өзімізге сондай қиянат жасап, Зухра бекер саласын желіге. Негатив энергия саған керек пе? Одан әрі жаман болады, неге керек ол саған? Сол бір лайк үшін денсаулығынды құртып, кішкене мейінді қос. Айналайын Зухра, сенің жүрегін таза, сұлу. Саған басқа ота жасатудың қажеті жоқ. Енді күтініп сәбилі болуды жоспарлағың. Сен ақылды да әдемісің. Жақсы отбасындар, суық ішпе, тек ыстық жылы тамақ су ішіңдер. Бексұлтан екеуінде қой мен жылқы етін жеңдер. Жылдан бөпелі боласындар. Елдің сөзіне құлақ салмаңдар, жас емессіңдер. Жарасымды отбасы екендеріңді жақындарында елде біледі. Зухра, біз саған сенеміз. Өздерінен кейінгі жастарға үлгі көрсетіңдер. Бай қуатты болыңыздар, дейді оқырмандар. Ал сіз қалай ойлайсыз?